Бүгін біздер жарты доға және шеңбер, тік қиғаш сызық және ілмек арқылы бірнеше кіші әріптерді жазатын боламыз. Бірінші әріпіміз О әріпі. О әріпі жұмыс жолының ортасында астыңғы үстіңгі сызықтарға тиіп жазылады. Екінші әріпіміз С. Бұны жарты шеңберге ұқсатуға болады. С әріпі де жұмыс жолының аралығында астыңғы үстіңгі сызықтарға тиіп жазылады. Келесі әріпіміз Х. Х әріпі екі жартылай шеңберден құралған. Х әріпі